Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика сабағында Салтанат Әділжанқызы және де шәкірт онлайн мектебі. Біз бүгін әрі қарай құрама есептерді жалғастыратын боламыз. Ең бірінші тапсырманы орындау үшін былай істейміз. Өрнектердің мәнін тауып аласын және де өрнектердің қасындағы тұрған сөздер тұр, е? Өрнектердің мәнін өсу ретімен, яғни кішісінен үлкеніне қарай орналастыру арқылы біз бір мақал мәтелді табатын боламыз. Және сол мақал мәтелді тапқаннан кейін оның мағынасын не істейміз? Ашамыз. Кәнекей, онда мына көбейту мен бөлулерді орындау үшін саған 2-3 минут уақыт берейін. Ал кәнекей, бірінші тапсырманы біттік деп ойлаймын. Сонымен қандай мақал мәтел шықты? Қазір мен шыққан мақал мәтелді айтамын. Екеуміздің мақал мәтеліміз сәйкес болды ма? Соны тексеріп көрейік. Ана алақанның аясы, ақ шынардың саясы. Міне, осындай мақал мәтел шықты. Жақсылап тұрып, мына кітабымыздағы анасы мен қызының құшақтасып тұрған суретіне көңіл аударайықшы. Ал кәнекей, осы суретпен біздің мына мақал мәтелімізді байланыстыра кетейік. Сонымен ана алақанның аясы дейді. Яғни анамыз бізді құшақтағанда, жалпы мейіріміне бөлеген кезде не дейді? Ақ шынардың саясы. Ақ шынардың саясы дегеніміз не деген сөз? Ол үлкен, биік ағаш мықты. Соның саясы, яғни қорғауыңа алатын бір керемет, бір мейірімділік пен күш деген мағынаны білдіреді. Балалар, сендер аналарыңды жақсы көресіңдер ғой? Әрине, анасын жақсы көрмейтін бала жоқ. Ал енді балақайлар, сендерге сұрақ. Сендер аналарыңа қалай көмектесесіңдер? Не істеп жәрдемдесесіңдер? Мүмкін үй шаруашылығында, мүмкін тіпті тамақ пісіруге көмектесетін шығарсыңдар. Жарайсыңдар. Аналарымызға әрқашан қолғабыс болып, әрқашан жұмыс істегенде қасынан табылуға тырысуымыз керек. Дұрыс па? Әрине. Ал енді балақай, осы аналар мейрамы қай күн еді, есіңе түсірші? Бұны не үшін сұрап жатырмын? Бұны сұрап жатқан себебім, аналар мерекесіне сәйкес біз қазір есеп шығаратын боламыз. Ал кәнекей, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Дұрыс айтасың. Ал енді мына келесі тапсырмаға қарай ғой. Екінші тапсырмада біз есепті шығаруымыз керек. Мен тапсырмасын мұқият оқиын, ал сен мені тыңда, жарай ма? Аналар мерекесіне арналған концертке сахнаны безендіру үшін әрқайсында 25 данадан 8 қорап шар өрленді. Әрқайсында 15 данадан 5 қорап жалау пайдаланылды. Безендіруге барлығы неше шар мен жалау пайдаланылды дейді. Сонымен бұл есеп не туралы? Концертке дайындық туралы екен. Енді балалар, қанша шар үрлепті? 25 данадан 8 қорап шар үрлеген екен. Дұрыс айтасың. Ал енді қанша жалау ілініпті? 5 қорап, әрқайсында 15 данадан жалау ілінген екенін белгілі болды. Ал енді бізге не табу керек? Бізге осы барлығы безендіру үшін шар мен жалау қолданылғанын табуымыз керек. Дұрыс па? Ал енді екеуміз бірге шартын жазайық. Шартына сонымен қандай сөздерді қолданамыз? Шар және жалау. Ал кәнекей, дәптеріңді ашып, менімен бірге әдемілеп жаза ғой.
шардан 8 қорап, әр қайсында 25 данадан. 8 қорап, әр қайсында 25 данадан. Әр қайсы дегенді біз X пен белгілейтінімізді білесің. Әр қарай жалауымыз 5 қорап, 15 данадан екен, дұрыс па? Енді бізге нені тапсын деді? Барлығы неше дана екенін тапсын деді. Балалар, бұндай есептерді біз күнделікті сабақта не істеп жүрміз? Орындап жүрміз. Ал енді шешуіне кірісейік. Әр қайсы деген кезде біз не істеуші едік? Әрине көбейтеміз. Ал енді барлығын табу үшін қосамыз. Ал осы екі өрнекті біріктіріп жазайық. 8 көбейту 25, қосамыз 5 көбейту 15. Яғни біз барлық шарлар мен барлық жалауларды қосқан кезде барлығы қанша екенін таба алады екенбіз. Енді жауабына не деп жазасын? Я, безендіруге барлығы осыншама шар мен жалау пайдаланылды деп жазасын. Ал кәнекей мұна шешуін соңына дейін жазып, жауабын да әдемілеп дұрыс түрде жаза қой. Мен саған 1-2 минут уақыт беремін. Тамаша балалар. Ал енді келесі 3-ші тапсырмаға көшейік. Мұқият қарасақ, 3-ші тапсырмада біздің осы сыйлық, гүлге байланысты бізге есеп құрастырсын. Және де осы астында тұрған мына өрнекке байланысты құрасын деген тапсырма берілген екен. Ал енді мына суретке қарайық. Нені суреті тұр? Раушан гүлі. Раушан гүлінің бір данасы неше теңге тұрады екен? 106 теңге тұрады екен. Ал енді оның қасындағы сыйлық қанша теңге тұрады екен? 221 теңге. Ал енді мына бірінші А суретіндегі астындағы өрнекке қараймыз. Не деп жазылып тұр? 221 көбейту 3 қосу 106 дейді. Яғни бұл сандардың нені білдіретінін біз бірінші не істеп алуымыз керек? Түсініп алуымыз керек. Содан кейін барып есеп құрастырамыз. 211 дегеніміз ол бір сыйлықтың бағасы. Енді оны 3-ке көбейтіп тұрса, не деген сөз? Сыйлықтан 3 сатып алды деген сөз. Ал енді қосу 106 дегеніміз бір раушан гүлін сатып алған екен. Ал енді бізге барлығы түсінікті. Енді не істейміз? Есеп құрастырайық. Кез келген бір баланы алайық. Мысалы, Дастан анасының мейрамына 221 теңгелік 3 сыйлық және де 106 теңгелік раушан гүлін сатып алды. Дастан барлығы неше теңге жұмсады? Міне, тура осылай бірінші өрнекке қарап есеп құрастырдым. Ал енді сенің кезегің. Мұқият екінші өрнекке қарай қой. 221 көбейту 2, 106 көбейту 3. Енді не істейміз? 221 деген сыйлықтан қаншау екен? 2 екен. Ал енді 106 деген бір раушан гүліне нешеу екен? 3 екен. Сосын нені тапсын деп тұр? Қосып тұрса нені тапсын деп тұр? Әрине барлық кеткен ақшаны, яғни жұмсалған ақшаны сұрап тұр. Балалар, сендерден осы мына 3-ші тапсырмадағы есеп құрастырғандарыңды видео түрінде күтетін болам, жарай ма? Бұл не үшін керек? Сендердің мына сөздік қорларыңды байыту үшін. Және де өрнекке қарап, тез есеп құрастыра алу қабілеттеріңді дамыту үшін өте маңызды. Сондықтан үй жұмысын орындаймыз, жарай ма? Ал енді келесі 6-шы тапсырмаға қараймыз. Есепті шығар дейді. Анасы дүкеннен 130 теңгеден 4 килограмм картоп және 150 теңгеден
3 килограмм сәбіз сатып алды. Анасы қанша теңге жұмсады дейді. Тамаша. Есеп не туралы? Анасының үйге картоп және сәбіз сатып алғаны туралы екен. Яғни біз қысқаша шартына қандай сөздерді қолданамыз? Картоп және сәбіз. Міне, тура осылай менің артынан жаза қой. Картоп. Бірден балалар, картоптың қасындағы мына сандарға мән беріп айта қой. Сонымен анасы қанша картоп сатып алыпты? 130 теңгеден 4 килограмм сатып алыпты. Тура осылай жазамыз. 130 теңге 4 килограмм. Яғни әр килограммның әр қайсы 130 теңгеден ғой. Сондықтан мен X-ті қолданамын. Келесі сәбіз. Ал енді сәбіздің қасындағы сөзге қарай ғой. 150 теңгеден 3 килограмм, 150 теңгеден 3 килограмм. Бізге нені тапсын деп тұр? Барлығы анасы қанша теңге жұмсағанын тапсын деп тұр. Ал енді мына есебіміз үшінші есепке өте ұқсас. Шығарылу жолы тура сондай. Ал енді не істейміз? 130-ды 4-ке көбейтіп, біз картопқа кеткен ақшаны бірінші есептеп аламыз. Содан кейін 150-ді 3-ке көбейтіп, сәбізге кеткен ақшаны есептеп аламыз. Содан кейін екеуінің мәнін не істейміз? Қосамыз. Неліктен қосамыз? Себебі барлығын табамыз. Осы өрнекті соңына дейін шығарып, жауабын бере қой. Ал енді балалар, соңғы мына 7-ші тапсырмаға қарайықшы. 7-ші тапсырмада бізге заңдылықты анықтау керек, және де қосымша тағы да сандардың табу керек берілген. Ал кәнекей бірінші сандардың қатарына назар аударайық. 6, 8, 10. Осы сандардың арасында қандай байланыс бар екенін бірінші не істейміз? Біліп аламыз. 6-дан 8-ге дейінгі қанша сан бар? 2 саны бар. Және де ол 2 саны не істеп тұр? Қосылып тұр ма, азайтылып тұр ма? Әрине қосылып тұр. 8 бен 10-ның арасында да 2 сан. Бірден түсінікті, бұл оп-оңай. Яғни сандардың арасында 2-ге артып отырады. 10-ға 2-ні қоссақ 12, 12-ге 2-ні қоссақ 14. Алдындағысы енді мына жерден керісінше азайтамыз ғой, дұрыс па? Себебі басындағы сандар аз сан болады. Содан кейін барып үлкейеді. 6-дан 2-ні азайтсақ 4, 4-тен 2-ні азайтсақ 2. Міне, тура осындай келесі сандар қатарының заңдылығын не істейік? Табайық. Ал кәнекей енді міне 6, 7, 10, 11 деп тұр. 6 мен 7-ның арасында қандай? Плюс 1, яғни 1 санға артып отыр. 7 мен 10-ның арасында 3 санға артып отыр. Енді 10 мен 11-дің арасында тағы да 1 санға артып отыр. Ал енді мынандай сұрақ. Балалар, міне, 1-ді қосқан, 3-ті қосқан, 1-ді қосқан, енді нешені қосам? Кезек пе кезек? Әрине 3-ті қосам. 3-ті қоссам, 11-ге 3-ті қоссам, 14. Енді 3-ті қосқаннан кейін қайтадан нені қосам? 1-ді қосам. 14-ке 1-ді қоссақ, неше болады? 15. Алдындағы сандарды табайық. Енді біз не істейміз? Мұнаның алдында плюс 3 болу керек еді. Ал енді 6-дан 3-ті азайтсақ, 3. Ал енді мына жерде 1-ге артқан болатын, 1-ді азайтсақ, 2. Міне, осындай заңдылық екен. Ал енді келесі үшінші сандар қатарына қараймыз. 31-ден 27-ге дейінгі сан аралығында қандай заңдылық бар? 4-ке кеміп отыр, керісінше. Дұрыс қой, 31-ден 27-ге дейін кеміді. 27-ден 23 арасында қандай заңдылық бар? Тағы да не істеді? 4-ке кеміді. Яғни, не істейміз әрі қарай?
тура осы заңдылықпен 4-ке кемітеміз. Ал мына жерде керісінше 4-ті азайтқан кезде мына сан шығу керек. Кейін алдыңғысы тура осылай. Енді мына үшінші заңдылықты өзің анықтап жаза қой. Сонымен балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, біз бүгін нені өттік? Бүгін біз құрама есептерді нестедік? Өттік. Яғни, бірінші және екінші берілген нәрсені тауып алып, оның барлығын сосын қостық. Бір емес, бірнеше осындай есептерді шығардық. Және де сандардың заңдық қатарын да үйрендік. Жалпы сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Тамаша. Бүгінгі сабақ ұнаса, міндетті түрде осы видеоның астына лайк басып, және де комментарийға бүгінгі сабақтың ұнаған, ұнамағанын не істеңдер? Жазып жіберіңдер, жарай ма? Келесі сабақта кездескенше.